Сәлем балалар, менің атым Айжан. Бұл біздің 4-ші сабақ, санап үйренейік. Бүгін біз сендермен алуды үйренеміз. Бұл біздің алу амалдары. 6 алу 4. Қанша болады? 6-дан 4 алсақ? 2 жазамыз. 2. Келесі 9 алу 8. 1 дұрыс. 5 алынған 1 қанша болады? 4 әрине. 10 алу 3. Ойланайық. 7. 7 алу 2. 5. 4 алу 3. Бұл енді ең оңайы. 1. 8 алынған 5. 3 әрине. 10 алу 2 қанша болады? 8. 6 алу 1. 6-тан 1-ді алсақ? 5 болады. 9-дан 7-ні алсақ қанша болады екен? 2. Ары қарай жалғастырамыз. 7 алынған 4. 3. 8-ден 7-ні алсақ қанша болады? 1. 9 алу 5. 4. 4-тен 2-ні алсақ қанша болады екен? 2. 10 алу 1. 10-нан 1-ді алсақ? 9. Міне балалар, біз сендермен қаншама алу есептерін шығардық. Сендерге бәрі түсінікті деп ойлаймын. Қате болып жатса, түзеліп алсаңдар болады. Келесі сабақта осындай есепті жалғастырамыз. Сау болыңдар.